Ал енді құрметті әріптестер, мен сіздерге айтып едім ғой видеоның басында, мен соңында сіздермен бір кішігірім лайфхактармен бөлісем деп. Бұл лайфхактардың көбісі кеңестер, ұсыныстар, ол мен өзім жасаған қателіктерім, болмаса процесті тездететін бір шорткаттармен бөліскім келеді. Шорткат деген ол горячий клавиш дейді, то есть сіз мышкамен кнопкаларды басып отырмай, клавиатурамен басып тездетсеңіз болады. Бұның бәрі Грейдскоптың сайтының өзінен алынған. Бұл жерде қызықты ақпараттар бар, бұның бәрін мен соңында сізге көрсетемін. Қазір көрсеткім келген нәрсе міне мынау. Қайттан көрсетейін. Бұл жерде сіздерге қазір бағалау процесінде сіз кейбір нәрселерді қалай тездете аласыз клавиатура арқылы. Соны сіздерге көрсеткім келіп отыр. Енді ең бірінші сіз бір оқушының тапсырмасын қазір көріп жатсыздар. И біз бағалаған кезде, естеріңізде ғой, біз рубрикалар таңдайтынбыз. Рубрикаларды біз таңдаған кезде біз не істейтінбіз? Мышкамен апарып, мына жерде 1 немесе 2 немесе 3-ті басатын едік. Бірақ та сіз енді қолыңыз үйренгеннен кейін сіз не істей аласыз? Сіз жай 2 немесе 3-ті бассаңыз, екінші немесе 3-ші рубриканы сразу таңдай аласыз. Бұл өте ыңғайлы. Одан кейін не істей аласыз? Оң жақтағы кнопканы бассаңыз, сіз келесі оқушыға өте аласыз. Келесі оқушы осы сұрақты қалай жасаған екен. Кіресті, и сразу осы жерден көріп, егер ол дұрыс десе, 1-ді басасыз. Себебі сізде рубрикада бірінші рубрика дұрыс деп тұр. То есть сіз уже өзіңіздің рубрикаларыңызды уже жаттап аласыз ғой біраздан кейін. И сіз бағалаған кезде постоянно мышкамен ары-бері жылжытпай, сіз сұраққа қарайсыз, и сұраққа қарап отырып, сразу 1, 2, 3 деп рубрикаларыңызды таңдап отырасыз. Бұл сіздің процесіңізді кәдімгідей тездететін болады. Одан бөлек, негізі сіз кез келген бір кнопканың үстіне мышканы әкелетін болсаңыз, онда ол сізге көрсетеді. Бұл кнопканы баспай-ақ клавиатурамен қалай істеуге болады. Біз мысалы айтқан едік уже, сіз келесі сұраққа өту үшін оңға деген стрелканы бассаңыз, келесі сұраққа өтеді. Солға деп бассаңыз, оны алдыңғысына өтеді. Келесі әлі бағаланбаған бір оқушының жұмысын тексеру үшін онда Z-ті бассаңыз болады. Ағылшынша Z. Z-ті бассаңыз, ол келесі бағаланбаған оқушыға секіріп өтеді. Одан бөлек сіз үстте прогрессті көре аласыз. Сіз қанша баланың жұмысын уже тексеріп көрдіңіз. Енді одан бөлек сіз сұрақты көрген кезде, кейбір тапсырмаларда егер бір сурет, бір диаграмма болса, болмаса оқушының жауабы кішкентай әріптермен жазылған болса, сіз жақындатай аласыз. Жақындату үшін сіз G мен F-ті баса аласыз. G-ді басқан кезде сіз жақындатасыз, F-ті басқан кезде сәл наоборот кішірейтесіз. Бұл тапсырмаңызға байланысты кейде пайдалы болуы мүмкін. Кейбір тапсырмаларда химия болсын, неше түрлі элементтердің формулаларын сызады. Сол кезде сіз сәл детальны жақындап көрсеңіз болады. Болмаса, бағанағы айтқандай, кейбір детальдар кішкентай болып жазылса, сіз жақындата аласыз. Сол кезде G-мен жақындатасыз, F-пен наоборот алыстатасыз. Егер де сізге, енді опять же бұл тапсырмаға байланысты, егер де сізге осы жауап парағын төңкеру керек болса, аудару керек болса, онда сіз R-ді басасыз. R деген rotate деген сөз, айналдыру деген сөз. Бұл да кейбір мен тапсырмаларды көргем, картаның суреті тұрады. Кейде бір сурет болуы мүмкін, диаграмма болуы мүмкін. Оны аударып қарау керек болып жатса, онда R-ді басасыз. Ол по часовой стрелке дейді ғой, бір айналады. Тағы да бассаңыз, полностью төңкеріліп шығады. Тағы 2 рет бассаңыз, қайттан өз қалпына келеді. R-ді басып айналдыра аласыз. Одан бөлек, сіз келесі бетке өте аласыз. Мысалы, сізде бірнеше бет болуы мүмкін. Мысалы, мен жіберген тапсырмада 1 бет болды, бірақ сіздің емтиханыңызда 4-5 бет болуы мүмкін. Сол беттердің арасында ары-бері жүру үшін сіз J және K деген кнопканы баса аласыз. J деген кнопканы бассаңыз, ол келесі бетке өтеді. Екінші бет, одан кейін 3-ші бет, 4-ші, 5-ші. K-ді басатын болсаңыз, кері қайтады. 5-тен 4-ке, сосын 3-ке, 2-ке және 1-ге. Бұл да сіздің жағдайыңызға байланысты өте пайдалы болуы мүмкін. Одан бөлек,
сіз мысалы айталық бір оқушының бірінші сұрағын тексердіңіз. Сіз осы сұрақты бірақ келесі оқушыға секіретін едік қой, біз стрелканы басақ. Бірақ сіз айталық тура осы оқушының барлық тапсырмаларын бірден көріп шыққыңыз келеді. Онда сіз нүкте немесе түрді қолдансаңыз болады. Нүктені басатын болсаңыз, сіз сол оқушының жұмысында қала бересіз, соның келесі сұрағына өтесіз. Оқушы өзгермейді, просто бірінші сұрақтан екінші сұрағына өтесіз, одан кейін үшінші сұрағына өтесіз и кете береді. Үтірді басатын болсаңыз, онда ол обратно сізді үшінші сұрақтан екіге лақтырады, одан кейін бірге лақтырады, кері қайтады деген сияқты. Бұл да кейде сізге керек болып қалуы мүмкін, бұның да пайдасы тиюі мүмкін. Және де одан кейін сіз A деген кнопканы бассаңыз, ағылшынша А, сіз барлық оқушыларыңыздың тізімін көресіз. Бүкіл тапсырған балалардың бәрін көресіз и общий спискта қай балалардың тапсырмалары уже тексерілген, кіммен тексерілген, қандай баға алған көре аласыз. Бұл былай айтқан кезде общий картинаға алыстан көру үшін өте қажет болуы мүмкін. Яғни осындай шорткаттар арқылы сіз өзіңіздің жұмысыңызды тездете аласыз. Басында бұны мұғалімдер көбіне қолданбауы мүмкін, скорее всего. Енді платформаға үйреніп келе жатқан кезде сіз бәрібір мышкамен кнопкаларды басасыз. Кнопкада қандай не істейтінін көрініп тұрады. Бірақ сіз 5 бала, 10 бала, 50, 100 баланы тексеріп шыққаннан кейін, сіз уже платформаға үйренгеннен кейін сізге тіпті жақсы болады. Сіз сұрақтарды ғана қарап отырасыз. 1, 2, 3 пен рубриканы түзетесіз. Одан кейін стрелкалармен келесі сұраққа секіресіз. Болмаса жақындатасыз, алыстатасыз. Былай айтқан кезде сізге уже мышка керек емес. Сіз клавиатураның өзімен тез бүкіл тапсырмалардың бәрін бағалап шыға алатын боласыз. Бұл сіздің уақытыңызды одан әрі тиімдірек қолдануға көмектеседі және де уақытыңызды үнемдеуге көмектесетін болады.